Қазақтың жылқыға, жылқының қазаққа өкпесі жоқ қой енді. Қазақтар жылқы арқылы Алтайдан Атырауға дейінгі алып даланы Азия мен Еуропаны тұтастырған еді. Бірақ адам пендесі аяғын тұсап, оларды қалай жазалаудың жолдарын білет міне. Еркіндігінен айырып, не болды енді мынау? Жылқылар тұсап тастаған көшпенді халықтың өмірі енді міне қалаласқан. Қаланың маңында осындай көп жылқы жүргеніңді жаның ашиды, тағы қуанасың. Қазақ даласы әлде қылқұйрықтылардан қолын үзбеген екен.